Саламатсыздар ма? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы өрттің қаупі. Өрттен құтқарушы иттер. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау. Мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі нұсқасымен салыстыру. Суреттерге қараңыздар. Ребусты шеш. Оқушылар мұқият болып, кәнекей ребусты шешейік. Қандай сөз шығады? Табиғат апаты. Табиғат апаты дегенді қалай түсінесің? Табиғат апатына нелер жатады? Кәнекей атайықшы, қандай табиғат апаттарын білесіздер? Жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны, дауыл, өрт және де тағы да басқа табиғат апаттары бар. Бүгін біз сіздермен орыс жазушысы Лев Толстойдың әңгімесімен танысамыз. Өрттен құтқарушы иттер. Мұқият тыңдаймыз. Өрт болғанда жас балалардың үй ішінде қалып қоюы жиі кездеседі. Өйткені олар қорыққаннан тығылып қалады да үнсіз жатады. Ал түтін оларды анықтап көруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан осындай жағдайларда пайдалану үшін Лондонда иттерді үйрете бастаған. Ондай иттер өрт сөндірушілермен үнемі бірге болады. Үйден өрт шыға қалғанда өрт сөндірушілер итті балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақтар арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп көрінбей кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп, қызды көтеріп, үйден жүгіріп шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде, қуанғаннан көз жасын төгіп, құшақтай алды. Өрт сөндірушілер итті сылап, сипап, жарақаттанған жері жоқ па екен деп қарай бастады. Бірақ Боб қайтадан үйге қарай ұмтыла берді. Өрт сөндірушілер үйде тағы бір тірі жан болуы мүмкін деп ойлады да оны жіберді. Ит үйге жүгіріп кірді де, аздан соң тісіне тістеп алған бір нәрсені көтеріп қайта шықты. Жұрт оның алып шыққан затын анықтап көргенде бәрі де күлді. Оның алып шыққаны үлкен қуыршақ екен. Балалар, әңгімеде қандай оқиға сөз болады? Өрт, дұрыс айтасыңдар. Енді төмендегі суретке зер салып қараңыздар. Суреттегі итке өз бетінше ат қой. Ол не істеп жүр? Өртке оранған үй туралы әңгімеле. Осы мәтін мазмұнына өзің де сурет салуыңа болады. Енді балалар, сіздерге өрт болған жағдайда төмендегі ережелерді есте сақтау керек. Өртті байқаған бойда ересектерге немесе өрт сөндіру бөлімінің 101 номеріне хабарла. Ғимараттан тез арада шығып кетуге әрекет жаса. Тығыламын деп тырыспа. От жалыны жетпегенімен түтіннің иісінен қашып құтылмайсың. Егер түтіннен тұншығып көзің жасаураса, тыныс алу жолдарын бет орамалмен немесе де қандай да матамен жауып, мата арқылы демал. Ғимарат ішін қою түтін басып кетсе, 4 аяқтап немесе еңбектеп шығуға тырыс. Өйткені еденге жақын ауа температурасы төменірек және оттегі көбірек болады. Өрт тілсіз жау. Оның адам өміріне өте қауіпті екендігін естен шығарма. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.